Банкомат істемей қалып қаптатып ақша берген туралы естіп пе едіңіз? Қазір барлығын айтып берем. Бұл жігіттің аты Дэн, жасы 29-да және Австралияда барда жұмыс істейді. Бір күні 2011 жылы ол барда сыра ішіп жақсы көңіл көтеріп отырады. Сөйтіп ол бір уақытта ақшасының таусылғанын байқайды. Ол далаға шығып, жақын жердегі банкоматтан барып ақша шешуге шығады. Дэн шотындағы ақшасын шешіп алғысы келеді, бірақ операция мүмкін емес деп шығады. Ол тағы да бір рет көреді, бірақ оның шотында ондай ақша жоқ екені есіне түседі. Бірақ бұл жолы банкомат сұраған сумманы шығарып береді. Дэн кішкене шокта болып қалады. Жақсы, менде ақша бар, енді ары қарай іше беруге болады. Ол барға келіп ары қарай тойлайды. Сөйтіп бар жабылады. Ол үйіне бара жатады және ақша алған банкоматтың жанынан өтеді. Ол тұрып тағы бір көрсем қайтеді, мүмкін беріп қалатын шығар деп ойлайды. Дэн тағы да $200 сұрайды. Ақша аударылады. Одан кейін $500-600 сұрайды. Оны да береді. Сөйтіп ол тұрып, мен не, шексіз ақша беретін банкомат тауып алдым ба не дейді. Дэн тағы бірнеше рет ақша шешіп үйіне қайтады. Мұның барлығы нақты қалай жұмыс істейтінін білмеймін, бірақ ол үйіне барып шотын тексергенде ішінде ылғи да ақша тұрады. Сөйтіп ол күн сайын түнде барып мыңдаған долларлап шеше бастайды. Дэн 2 аптаның ішінде $20,000 алып шығады. Оның түнде баратын себебі бұл банкоматтың қателігі тек түнгі 1 мен 3-тің арасында ғана жұмыс істеген. Бірақ ол күні бойы полиция келіп есікті қағады деген қорқынышпен отырады. Бірақ ешкім келмейді. Бірнеше аптадан кейін ол банкқа барады. Олар да бірақ әлі ештеңе білмейді. Қысқаша айтқанда, іздеп жатқан жоқ па деген оймен тексеріп барады. Сөйтіп Дэн түнгі қыдыруларын тоқтатпайды. Ол күн сайын ақша шешіп соңында миллионерге айналады. Ол уақытта әрине мұны ешкім білмейді. Дэн тұрып, жарайды, әзірге осы жетер, енді ақшаның барлығын жұмсайық дейді. Ол қымбат ресторандардан тамақ ішіп, лакшери отельдерде апталап жатады. Бір рет Парижге де барып келеді және $90,000 ұшақ сатып алады. Миллионер ақшасын жан-жаққа аямай шашады. Жанында бірге жүргендерде мына ақшаның барлығын қайдан алып жатырсың деген сұрақтар пайда бола бастайды. Ол тұрып, мен банкта жұмыс істеймін, инвестормын деп соға салады. Иә, енді банк туралы кішкене шындығы бар енді. Жалпы ол өз армандағы өмірмен өмір сүреді. Бірақ мұнда бір проблема бар. Бұл жігіт ешқашан ұрлықпен айналыспаған. Былайша айтқанда жақсы жігіт болған. Сөйтіп ол өзін жей бастайды және ұсталынып қалам деген паранойя басталады. Таңертең оянғанда ол бүгін мен ұсталынам деген оймен тұрады. Ал түсінде оны спецназ ұстап алып жатқан және банктан хабарласып жатқан түстер көре бастайды. Негізі ол барлық ақшаны алып шетел асып кетпек ойы болған. Бірақ өмір бақи қашқын болып тығылып жүруде оған аса қатты ұнаған жоқ. Сөйтіп 4 ай бойы күн сайын ақша шешіп, ол алған ақшадан $1,5 миллион жұмсаған. Дэннің шыдамы таусылып банкқа өзі хабарласады және барлығын айтып береді. Олар тұрып, бұл туралы бізге ешқандай ақпарат түскен жоқ. Жақсы, біз полицияға хабарласып көрейік дейді. Дэн үйіне барып, полиция қашан келеді деп күтіп отырады. Бірақ ең қызықтысы, ешкім хабарласып та іздеп те жатқан жоқ. Арада 3 жыл өтеді. Қазір 2014 жыл. Әлі де ешкімнен хабар жоқ. Басқалар болса ондайға қуанар еді, бірақ Дэн емес. Ол өзін кінәлі сезініп, қорқыныштан жындануға жақын қалады. Ол психиатрға бара бастайды. Және олар барлығы орнына келу үшін мүмкін полицияға өзің барып барлығын айтып берерсің дейді. Бірақ Дэн ондайға келіспейді. Оның орнына ол елдің көзіне түсу үшін телешоуларға қатысып интервью бере бастайды және өзінің оқиғасымен бөліседі. Иә, оқиға өте қызықты әрине. Сөйтіп бір каналдың продюсері полицияға хабарласады. Осы уақытқа дейін не полиция, не банк бұл туралы мүлдем білмеген. Бұл туралы өзі айтпаса ешкім мұны білмес те еді. Мүмкін оны байқасын деп әдейі істеді ме? Дегенмен, бум, Дэн қамауға алынады. Ұсталынған суреті жоқ, сондықтан бұл өмірдегі фотосы. Сөйтіп сот болады және ол жердегі банк қызметкерлері не болып жатқанын мүлдем түсінбей, банкомат қалай жұмыс істемей қалған, не прокурор, не судья бұған қандай шешім шығару туралы да ойланып қалады. Соңында Дэн 1 жылға бас бостандығынан айырылады. Ал мұндай ақша үшін 1 жыл отырып шығу Дэнға қиын болмайтын шығар деп ойлаймын. Менің бүгінге айтарым осы. Канал қызықты болса тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар.